Дана, сен не істеп отырсың? Үй жануарларын бөлек, аңдарды бөлек, заттарды бөлек жинап отырмын. Алдымен дауысты дыбыстарды еске түсірші. А, Ә, Е, О, Ö, О, Ö, А, Э, Ё, И, Ю, Я. Өте жақсы. Ал сен дауысты дыбыстар нешеге бөлінетінін білесің бе? Иә. Олар жуан және жіңішке болады. Солай ма? Иә, дұрыс айтасың. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді. Енді мына суреттерге оралайық. Дана, сен білесің бе? Дауысты дыбыстардан басталатын сөздерді бір бөлек, дауыссыздардан басталатын сөздерді бір бөлек бөліп қоюға болады. Осылай да бөлуге болады екен ғой. Жақсы, мына бағанда дауысты дыбыстан басталатын сөздер тұр. Үкі, ұшақ, арыстан, орындық. Ал мына жақта дауыссыз дыбыстан басталатын сөздер тұр. Бұзау, құлын, сандық, түлкі, піл, кірпі. Дауысты дыбыстарды ішіңдегі ауа таусылғанша соза беруге болады. Қане дыбыстайық. А, Ә, О, Ö, О, Ö, О, Ö. Әндетіп айтуға да болады. Өте жақсы. Жуан дауысты дыбысы бар сөздерді бір бөлек, жіңішке дауысты дыбысы бар сөздерді бір бөлек жинаш. Жақсы, қазір жуан дауысты дыбысы бар сөздер ұшақ, арыстан, орындық, бұзау, құлын, сандық. Жіңішке дауысты дыбысы бар сөздер үкі, түлкі, піл, кірпі. Қазақ тілінде 4-ақ жуан дауысты дыбыс бар. Және олардың жіңішке дауысты сыңарлары бар. Мысалы, аның жіңішке сыңары қандай дыбыс? Айтшы. Ә, Дұрыс. Тағы қандай жуан жіңішке сыңары бар дауыстыларды білесің? А, Ә, О, Ö, О, Ö, А, Э. Сонымен қайталап шығайық. Өй! Дана! Қайталайық. Жуан және жіңішке жұп дауыстылар. Дауысты дыбыс тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Қазақ тілінде 4 жуан дауысты дыбыс бар. Олар А, О, Ы. Және олардың жіңішке дауысты сыңарлары бар. Олар Ә, Ö, Ә. Мысалы, жуан дауысты дыбыстары бар сөздер: арыстан, орындық, ұшақ, ыдыс. Жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздер: әтеш, өшіргіш, үкі, ілгіш. Балақай, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.